Ройс каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз пломбир кремін әзірлейміз. Бізге сүт, қант, жүгері крахмалы, жұмыртқа, сары май мен ванилин керек. Алдымен жұмыртқа мен қантты және крахмалды жақсылап араластырамыз. Сүтті екіге бөліп құямыз. Енді ыдысымызды орташа отқа қоямыз. Араластыруды тоқтатпаймыз. Бұл шамамен 7 минуттай уақытты алады. Крем қоюлана бастағанда отты тағы басамыз да 1-2 минут араластырамыз. Біраз суы керек. Енді бұған еріп тұрған сары майды қосамыз. Ең соңында ванилин. Бәрін миксермен жақсылап араластырамыз. Крем дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналымызға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Көріскенше!